Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Ұлыстың ұлы күні, ұлы Наурыз мейрамы құтты болсын. Отбасымызға, жақындарымызға, баршамызға тек қана жақсылыға келсін. Әрдайым ақ мол болсын, жолымыз ашық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дей отырып, сіздермен бүгін наурыз көжесін пісіретін боламыз. Әркім әртүрлі жасайды, дегенмен де мен өзімнің жасалу әдісімді сіздерге көрсетемін. Ол үшін видеоны толықтай қараңыздар. Наурыз көжені 7 немесе 9 түрлі затпен пісіреді. Мен ет, арпа, перловка, бидай, тары, күріш, құрт, айран, су және тұз қосатын боламын. Соның барлығымен менде 9 болды. Ең алдымен суымызға етімізді салып пісіріп аламыз. Етіміз 2-2,5 сағат піседі. Піскеннен кейін етімізді шығарып аламыз. Және басқа ыдысқа көбігін барлығын сүзіп, сорпасын құйып аламыз. Қосатын заттарымыздың барлығын алдын ала жуып, дайындап қоямыз. Ең біріншіден мен перловка қосамын, өйткені перловка арпа, ол көп ұзағырақ піседі. Арпадан кейін бидай қосамын. Жақсылап араластырып аламын. Арпамыз жұмсарғанша пісіреміз. Перловка мен бидайымыз жұмсақ болған соң үстіне күрішті саламыз. Жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Және ең соңында тары саламыз. Өйткені тары тез піседі. Жақсылап араластырып пісіріп аламыз. Енді барлығы піскенше, жаңағы піскен етімізді турап дайындаймыз. Міне біздің көжеміз пісті, астын отты өшіреміз және туралған етімізді қосамыз. Бөлек осындай ыдысқа құйып алдық. Татымына қарай құрт саламыз. Және айран құямыз. Айран, құрт және басқа да заттарды сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша саласыз. Кей адамдарға сұйық көже ұнауы мүмкін, кейбір адамға қою көже ұнауы мүмкін. Менің өзіме осындай орташа, сұйық та емес, қою да емес, орташа көже ұнайды. Міне енді біздің көжеміз дайын болды. Осылай құйып бере береміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген өте керемет, тіл үйіреді, өте тойымды. Міне достар, біздің наурыз мейрамына арналған наурыз көжеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Әрдайым ақ мол болсын. Бар жақсылық болсын.
Наурыз көжені негізі тойып ішеді дейді. Сондықтан да сіздерге ас болсын, тойып ішіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоны толық қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айжан ханым. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жылқы етінен осындай керемет шұжықтар жасайтын боламыз. Піскен кезде өте дәмді болып шығады. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге ет керек. Менде мұнда 3,5 килограммдай жылқының еті. Етті осылай видеода көрсетілгендей етіп, үлкен де емес, кішкентай де емес, осындай 4 бұрышты қылып, біркелкі қылып турап аламыз. Міне етімізді турап болдық. Енді еттің үстіне май тураймыз. 1 килодай май болады осы жерде. Майдың бәрін турап, етіміздің үстіне саламыз. Міне етімізге майымыз дайын. Енді үстіне чеснок қосамыз. Менде 1 бас чеснок. Әрқайсысын осылай теркадан өткізіп, үккіштен өткізіп, маймен еттің үстіне қосатын боламыз. Және мен 1,5 ас қасық тұз салдым, және 1 ас қасық қара бұрыш салдым. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне осылай 1 кеседей минералды су құйдым. Болмаса, жай су құйсаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырамыз. Алдын ала жақсылап жуылып дайындалған ішегіміздің ішіне саламыз. Ол үшін ішекті өзіміздің керек ұзындықта кесіп аламыз. Және екі шетінен жақсылап байлаймыз. Ең алдымен 1 шетінен байлап аламыз. Және екінші шетінен майымен етін араластырып отырып, салып отырамыз. Осылайынан бәрін салып болған соң, екінші шетінде ұшын жіппен байлап қоямыз. Жіппен жақсылап байлау керек, ол ашылып кетпеу керек. Және осылай ішекке етіміз біткенше салып отырамыз. Міне достар, менде осы еттен осындай 3 шұжық шықты. Өте керемет, және жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде жасаңыздар. Видеоны толық қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айжан ханым. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ет асамыз. Қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен етімізді жуып аламыз. Асатын ыдысқа етімізді салып, тұзын салып, суын құямыз. Және қайнағанын күтеміз. Етіміз қайнаған соң, міндетті түрде көбігін аламыз.
және астын отты ақырындатып қоямыз. Етіміз қайнағаннан кейін 2-2,5 сағат пісіріп аламыз. Етіміз піскенше еттің нанын, жаймасын дайындаймыз. Ол үшін ұнға жұмыртқа және тұз қосылған суымызды құйып, еттің нанын илейміз. 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Содан кейін еттің нанын жақсылап, жұқа етіп жаямыз. Қайнап тұрған сорпаға жаймамызды салып, 2-3 минут пісіріп аламыз. Пиязға тұзды бұрышты салып, сорпадан құйып, тұздық жасаймыз. Міне бешбармақ дайын болды. Қалауыңызша картоп қосуға болады. Бұл тағам өте дәмді әрі оңай дайындалады. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Сіздермен болған Айжан ханым. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, керемет, дәмді болып шығатын бауырсақтар жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны толықтай қараңыздар. Бізге керегі жылы су, жылы сүт, тұз, қант, дрожжи ашытқы, ерітілген май және ұн. Барлығын қосып, жақсылап араластырып, нан илейтін боламыз. Нанымызды жақсылап жұмсақ етіп илеп, бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Міне біздің нанымыз көтерілді. Енді нанды қайта басып, тағы да 15-20 минутқа қоямыз. Мінекей нанымыз дайын болды. Енді жақсылап жазып, өзіңізге қажетті формада кесіп алып, бауырсақтарымыздың бетін жауып қоямыз. Енді табамызды қыздырып, қызған майға бір-бірдеп салып, екі шетін қызартып, жақсылап пісіріп аламыз. Міне достар, біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, әдемі, дәмді болып шықты. Жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан ханым. Баршаңызға ассаламалейкум. Бүгінгі жұма күні мүбарак болсын. Сіздермен бүгін осындай керемет жұмсақ шелпек жасайтын боламыз. 7 шелпек. Ол үшін видеоны толықтай қараңыздар. Бізге керегі жылы сүт, жылы су, майонез, тұз, қант, сода және ұн. Барлығын жақсылап қосып араластырамыз. Қаншалықты құрамда керек екенін описанияда қалдырдым, сол жерден көре аласыздар. Ұнымызды шетінен салып отырып, араластырып отырып, жұмсақ нанын илейміз. Нанын иіні қанғанша илеп, жұмсақ қылып, 5 минутқа тындырып қоямыз. Енді нанымызды алып, біз 7 шелпек жасайтын болғандықтан, 7-ге бөліп, әрбір бөлігін осылай домалатып етіп, күлшелеп дайындап қоямыз.
Міне біздің жеті шелпектеріміз. Енді ұнды көп қоспаймыз, керегінше кішкенеден қосып отырып, әрбір шелпегімізді осылай жайып аламыз. Енді қызып тұрған майға шелпегімізді салып, жақсылап майға екі шетінен қызартып пісіріп аламыз. Міне достар, біздің шелпектеріміз дайын болды. Ең бастысы дрожжысыз, аштықсыз ақ осындай керемет жұмсақ, дәмді шелпек жасауға болады. Өте тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоны толық қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айжан ханым.